Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз босанған әйелдің денесі мен жанына қалай дұрыс қолдау керектігі жайлы сөйлесеміз. Бұл кезең нәзік әрі жауапты, әр қадам мен әр тыныс жаңа өмірге бейімделудің бөлігі. Дұрыс күтім арқылы сіз өзіңізді жақсы сезініп, бақытты бола аласыз, себебі бақытты ана, бақытты отбасының бастауы. Босанғаннан кейін әйелдің бет-жүзі шаршаңқы болуы қалыпты жағдай. Гормондар өзгеріп, ұйқы азайып, дене әлсізденеді. Бірақ бұл уақытша. Дұрыс күтім жасалса, денеде, көңілде қайтадан қалпына келеді. Ең бастысы, өзіңізді тыңдап асықпай, жаймен жүріңіз. Босанғаннан кейін бірінші ескеретін нәрсе қозғалысты баяу жасау. Бірден тез тұру іш бұлшықеттеріне салмақ түсіреді. Әсіресе кесар тілігінен кейін бұл өте маңызды. Таңертең төсектен тұрғанда алдымен бір қырыңызбен жатып, қолыңызбен тіреп, жайлап көтерілуге тырысыңыз. Денені тыңдау ең қауіпсіз жол. Жылы душ ананың денесін тез босатып, қан айналымын жақсартады. Мұздай немесе ыстық су емес, дәл жылы. Ол белдегі ауырлықты азайтып, шаршаған бұлшықеттерді тынықтырады. Душ кезінде терең тыныс алып, өзіңізге кішкентай демалыс сыйлаңыз. Қатты тартып буатын белбеулер денеге зиян. Босанғаннан кейін тек жұмсақ, табиғи матадан жасалған жеңіл тіреу беретін белбеу пайдалы. Ол белді ұстап, ауырсынуды азайтады. Бірақ күні бойы емес, тек қажет кезде. Алғашқы 2 аптада ауыр жаттығуларды ұмытыңыз. Тек терең тыныс, баяу созылу және денені оятатын жеңіл қимылдар жеткілікті. Бұл жатырғада, бұлшықетке де жайлы. Ұйқының жетіспеуі босанғаннан кейінгі ең үлкен қиындық. Сондықтан мүмкін болған кезде балаңызбен бірге аздап демалыңыз. 15-20 минуттық тынығудың өзі гормоналды тепе-теңдікті жақсартады. Босанғаннан кейінгі ас мәзірі жеңіл, бірақ құнарлы болуы керек. Таңғы асқа жұмыртқа, көкөніс, жылы сорпа немесе ботқа ең дұрыс таңдау. Денеге күш беру үшін ақуыз бен пайдалы майлар өте қажет. Ұзақ уақыт аш жүру шаршауды көбейтеді. Көп аналар шаршауды дәруменнің жетіспеушілігінен көреді, бірақ көбіне оның себебі сусыздану. Күніне 1,5-2 литр таза су дененің қалпына келуінің негізгі кілті. Әсіресе емізетін аналар үшін. Суық тамақ босанғаннан кейін жатырдың жиырылуын баяулатады. Сондықтан күнделікті жылы сорпа, жылы шай денені жылытып, қалпына келуге көмектеседі. Қазақта жылы ас жанға қуат деген бекер емес. Босанғаннан кейін көңіл күйдің құбылуы өте қалыпты. Бұл сіздің әлсіздігіңіз емес. Бұл гормондардың өзгеруі. Өзіңізге жұмсақ болыңыз. Егер көзге жас келсе, бұл қалыпты, оны іште ұстамаңыз. Бұл кезеңде әйелге қолдау ауадай қажет. Жандағы адамның бір ауыз жылы сөзі, кішкентай ғана көмегі үлкен күшпен демеу береді. Себебі әйелдің көңілін түсініп, жанынан табылу ең үлкен қолдаудың бірі. Сондықтан көмек сұраудан ұялмаңыз, жақындармен бөлісу жеңілдік әкеледі. Күніне небәрі 5-10 минут таза ауа жұту жүйке жүйесіне үлкен демалыс. Ол шаршауды басып, ойды тыныштандырып, бас ауруды азайтады. Осындай қысқа үзілістің өзі ағзаға керемет жеңілдік сыйлайды. Терең тыныс алу табиғи терапия. Ол жүректі тыныштандырып, мидың шаршауын азайтады. Баяу, терең тыныс алып, 5 рет қайталаңыз, денеңіз жеңілдеп, ойыңыз тынығады. Үйді идеал тазалықта ұстау міндет емес. Ең бастысы, тыныс алатын, шамадан тыс заттары жоқ кеңістік. Бұл ананың көңіл күйіне де оң әсер етеді. 22-24 градус ана мен бала үшін ең қолайлы температура. Бөлме тым ыстық болса, дене тез шаршап, мазасыздық туындайды. Ал тым суық болса, ағза тоңазып, жайсыздық сезіледі. Сондықтан жайлы температураны сақтау өте маңызды. Ауа өткізетін, қыспайтын киім ең маңыздысы. Мақта мата теріні тітіркендірмейді, ал кең пішім қозғалысты жеңілдетеді. Теріні қатты процедуралармен шаршатудың қажеті жоқ. Жай ғана ылғалдандыру, жылы сумен жуу жеткілікті.
Тері гормондармен бірге табиғи түрде қалпына келеді. Жылы шай жүйкені тыныштандырады, денеге жылулық береді. Ромашка, зире немесе жалбыз, жақсы таңдау. Босанғаннан кейінгі кезең уақытша, бірақ өте маңызды кезең. Әрбір кішкентай күтім, әрбір тыныс күшіңізді қайтарады. Өзіңізді бағалаңыз, өзіңізге жұмсақ болыңыз. Себебі бақытты ана ең үлкен бақыттың бастауы. Назарларыңызға рахмет. Егер қазақ тіліндегі контентті қолдайтын болсаңыздар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.